Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Асил болса. Бүгінгі біздің талқылайтын сабағымыз ОБТ-да жиі кездесетін тақырыптардың бірі логикалық операцияларды қолдану тақырыбы. Оның ішінде конъюнкция, дизъюнкция, инверсия сияқты логикалық операторларды қолданып, және де ақиқат кестесін құрып үйренеміз. Біріншіден біз теориялық бөлімге тоқталып кетейік. Осы тақырыпқа байланысты терминдермен танысайық. Одан кейін барып логикалық операцияларға көшеміз. Логика сөзі гректің логос сөйлеу түсіндіру, логос ақыл ой деген сөздерінен алынған. Логика дұрыс ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым. Бұл ғылым адамның ойлау қабілеттерін зерттейді. Нақты бір қорытындыға қалай дұрыс және қисынды жолмен келуге болатынын көрсетеді. Формальды логика ой формаларын ұғымды пайымдауды, ой түйіндеуді, дәлелдеуді логикалық құрылымдық жағынан, яғни ойдың нақты мазмұнына мән бермей, осы мазмұн бөліктері байланысының тек жалпы тәсілін жіктей отырып зерттейтін ғылым. Формальды логика Аристотельдің еңбектерінен бастау алады. Ойлаудың негізгі формалары: түсінік, нысанның нақты белгілерін тіркейтін ойлау формасы. Пікір бұл бізде нақты заттарды, қасиеті туралы жалған немесе ақиқат екендігін айтатын ойлау формасы. Ой қорытындылау бір немесе бірнеше пікірдің көмегімен жаңа пікір туғызатын ойлау формасы деп аталады. Ақиқат кестесі қарапайым пікірлерден құрылған күрделі пікірлердің барлық қабылдайтын мүмкін болған мәндерін көрсететін кесте. Ең алғашқы логикалық операция бұл бізде конъюнкция. Екі немесе одан да көп пікірді және жалғаулық көмегімен біріктіру амалы логикалық көбейту немесе конъюнкция деп аталады. Конъюнкция табиғи тілде және жалғаулығына сәйкес келеді. Логикалық көбейту экранда көрсетілген символмен өрнектеледі. Логикалық көбейту мәні екі пікірде ақиқат болғанда ғана ақиқат болады. Яғни кестені қарайтын болсақ, бізде А және Б айнымалылары көрсетілген. Үшінші бағанада екі айнымалының конъюнкциясы. Бізде екі пікірде жалған болғанда, жалған деген пікірді аламыз. Яғни бағана анықтамада айтып кеткендей, екі пікірде ақиқат болған жағдайда ғана ақиқат болады, ал қалған жағдайлардың барлығында жалған деген пікірді қайтарады. Бір пікір жалған болғанда автоматты түрде қалған пікірлер де жалған болып қайтарылады. Бізде екінші логикалық операция бұл дизъюнкция. Екі немесе одан да көп пікірді немесе жалғаулығы көмегімен біріктіру операциясы деп аталады. Дизъюнкция табиғи тілмен логикалық қосу немесе жалғаулығына сәйкес келеді. Логикалық қосу экранда көрсетілгендей символмен өрнектелінеді. Логикалық қосу мәні екі пікірде жалған болғанда ғана жалған болады. Кестені қарайық. Кестеге көрсетілгендей екі пікірде жалған болғанда ғана жалған болады, ал қалған жағдайдың барлығында ақиқат мәні қайтарылады. Бұл жерде қарайтын болсақ, екі пікірдің кемінде біреуі ақиқат болған жағдайда ақиқат мәніне тең болады. Бізде көрсетіліп тұрғандай, үшінші бағанда көрсетілген бұл екі айнымалының дизъюнкциясы. Келесі логикалық операция инверсия. Емес жалғаулығы көмегімен пікірді теріске шығару амалы. Логикалық теріске шығару немесе инверсия деп аталады. Инверсия табиғи тілдегі дұрыс емес, теріске шығару сөздеріне және емес жалғаулығына сәйкес келеді. Логикалық теріске шығару экранда көрсетілгендей символмен өрнектелінеді. Кестеге қарайтын болсақ, егер ол жалған болған жағдайда инверсиядан ақиқат болады, ал ақиқат болған жағдайда инверсиядан жалғанға ауысады. Келесі осы логикалық операциялардың орындалу ретіне тоқталайық. Біріншіден математикадай жақша орындалады, одан кейін инверсия, одан кейін конъюнкция, одан кейін дизъюнкция орындалады. Қазір практикалық бөлімде есеп шығару кезінде осы логикалық операциялардың орындалу ретіне мұқият болуымыз керек. Кесте құру. Біз жаңа өткенде есеп беріледі, сол есепке ақиқат кестесін құрамыз. Ақиқат кестесін құру кезінде қанша бағаннан және қанша жолдан тұратынын анықтау үшін бізге екі формула көмектеседі. Жол санын анықтау үшін екінің n дәрежесі қосу 1, ал баған санын анықтау үшін n қосу o. Бұл жерде n дегеніміз айнымалылар саны, ал o дегеніміз амалдар саны. Қазір біз бұны да практикалық бөлімде көрсететін боламыз. Енді практикалық бөлімге өтейік. Практикалық бөлімге мен 3 есеп алдым. Осы 3 есептің қалай ақиқат кестесін құру керектігін үйренетін боламыз. Бірінші есепке тоқталайық. Бұл жерде бағанағы дәріс сабағында екінің n дәрежесі плюс 1 формуласын қолданатын болсақ, n айнымалылар саны. Бұл жерде айта кететін болсақ, бір айнымалы екі рет қайталанып
кететін болса, яғни есептің ішінде а айнымалысы 2 рет кездессе, ол тек 1 рет деп есептелінеді. Бізде есепте 2 айнымалы бар, а және б. Яғни 2-нің 2 дәрежесі 4. 4 плюс 1 тең болады 5. Ары қарай баған санын анықтаймыз. N айнымалылар саны бізде 2. А айнымалысы инверсия 1. Жақшаның өзі 2. Ал бізде жақшадан шығарамыз 3. Бізде яғни 3 амал бар. 2 плюс 3 тең болады 5. Енді осыған кесте құрайық. Бізде жол саны белгілі, жол саны 5, баған саны тоже 5. Енді оны қалай толтырамыз? Бірінші айнымалыларды жазып аламыз. Әрі қарай орындалу реті бойынша амалдарды жазып аламыз. Бізде бірінші амал а айнымалысының инверсиясы, екінші бізде жақшаның ішіндегі амал, яғни а инверсиядан б айнымалысы арасындағы дизъюнкция. Алдыңғы инверсиясын алмаймыз. Әрі қарай екінші осы жақшаның өзінің инверсиясы. Соңғы орындалған амалдың инверсиясы. Бұл жерде сіздер толық амалды алып қойсаңыздар болады. Немесе бұл есеп f-ге тең болғандықтан f деп жазуға да болады. Біз осы кестеге сәйкес ақиқат кестесін құруымыз керек. Ол үшін бізге жаңағы а және б айнымалылардың мәндерін көрсетуіміз керек. Ол үшін 0 және 1 цифрларын қолданып өсу ретімен сандарды жазып шығарсаңыз болады. Яғни қарап тұрсаңыздар, 2 таңбалы сандарды жазсақ болады. Бірінші 0 мен 0, одан кейін 0 мен 1 цифрларын қолданып, одан кейін үлкен сан бізде 0 мен 1, одан кейін 1 мен 0, сосын 1 мен 1. Олай қарап тұрсақ, біріншісі 0, одан кейін 1, одан кейін 10, одан кейін 11 екілік санау жүйесіндегідей. Енді логикалық операцияларды орындайық. Ол үшін бізге бірінші операция а айнымалысының инверсиясы, яғни бізде а бағаны бар, сол а бағанның мәндерін теріске шығарамыз. Жаңағы алдын ала көрсетілгендей кестеге сәйкес мен қазір белгілеп алайын, шатасып қалмау үшін, өзімізге жеңіл болу үшін осы бағанды белгілеп аламыз сары түспен. 0 инверсияда бізде 1-ге тең. Инверсия естеріңізде болса, ол мәнді емес, қарама-қарсы мәнді шығаратын болады. Міне біз а бағанындағы сандардың инверсиясын жазып шығардық. Әрі қарай а инверсияның б айнымалысы арасындағы дизъюнкциясы. Бұл кезде біз логикалық қосуды орындайтын боламыз. Әрі қарай а инверсиясының б айнымалысына дизъюнкциясы. Бұл кезде біз логикалық қосуды орындайтын боламыз. А инверсиясының, яғни мына бағанды белгілеп алайын, б бағанына дизъюнкциясы, яғни логикалық қосу. Бұл кезде бірінші 0 мен 1 бізде логикалық қосу бойынша 1 де береді, 1 мен 1 1 де береді, 0 мен 0 0-ды, 1 мен 0 1 де береді. Әрі қарай f дегеніміз естеріңізде болса, мына толық формуланы есептейміз, яғни мына екінші амалдың инверсиясы. Яғни бұл жерде мына бағандарды өшіреміз. Енді осы бағаның инверсиясын жазамыз. Бізде 1-дің инверсиясы 0, 0, 1 және 0. Яғни бізде соңғы амал осы жақшаның инверсиясы болды. Жауабы экранда көрсетіліп тұр. Келесі есепке көшейік. Келесі есепте біз бұл жерде бірінші жол санын анықтаймыз.
Жол санын анықтау үшін 2-нің n дәрежесі плюс 1. Бұл жерде n дегеніміз айнымалылар саны a, b, c, яғни бізде n 3-ке тең. Сәйкесінше 2-нің 3 дәрежесі 8 плюс тең 9-ға тең. Әрі қарай баған санын анықтаймыз. Мана айтып кеткендей, n бізде 3-ке тең. Және де әрі қарай операция амал саны. Бізде жақшаның ішінде бірінші амал бар, жақшаның сыртында екінші нәтиже шығаратын амал бар. Яғни о 2-ке тең. 3 плюс 2 5-ке тең. Кесте сызып алдық. Бұл жерде бағанағыда 2 айнымалы емес, бізде 3 айнымалы, яғни 3 таңбалы сандарды өсу ретімен жазып шығайық. Енді логикалық операцияларды орындап бастайық. А және Б айнымалылардың дизъюнкциясы, яғни А бағаны мен Б бағанының арасындағы дизъюнкциясын жазып алайық. Қарай келесі амал С айнымалысының бізде бірінші амалымызға конъюнкциясы, яғни мына баған мен мына бағанның конъюнкциясын жазамыз. Міне біз осылайша екінші есептің ақиқат кестесін жазып шығардық. Келесі бізде үшінші есеп. Мен ерініп қалдым. Өздеріңіз үшінші есепті шығарып көріңіздер.